Осы видеоны қарап бастаған әрбір жанға сәлем болсын. Бүгінгі тақырып Рамазан айының бір белгісіне айналып кеткен кептірілген құрмалар туралы болады. Оны қалай өсіреді, кімдер өсіреді, дүкен сөрелеріне келмес бұрын қандай сапардан өтеді, оның шығу тарихы мен кең таралу себептерін қарастыратын боламыз. Сондықтан зейін қойып тыңдаңыздар. Құрма ағашы немесе финиковое дерево. Сонау көне заманнан бері адамзат өсіре бастаған алғашқы жеміс ағаштарының бірі, әрі ең ескілерінің қатарына жататын жеміс ағашы болып табылады. Бұл ағаш пальма талдарының жақын тұқымдас туысы болып келеді. Көзге көркімен тартымды бұл құрма ағашы 25 метрге дейін биіктікті алып өсе береді екен. Арнайы зерттеушілердің пайымдауынша, мұндай биік пальма тектес ағаштың өсуі оның жалаңаш келетін төменгі жағы мен жемісті жоғары көтеретін жапырақтарының арқасында. Ең қызық тұсы, құрма жеміс ағашы аталық және аналық болып екі түрге бөлінеді. Аталығы тозаң өсіруге қажет болса, соның көмегімен аналығында тозаңын өсіруге болады. Осы үрдістің арқасында құрмалардың пісуі жүзеге асады. Ал құрмалар негізінде жеуге жарамды болып табылғандықтан біршама пайдалы заттарды құрайды және көптеген витаминдерге бай болып келеді. Ол туралы келесі күні шығатын видеода айтатын боламыз. Алдымен әдеттегідей каналға тіркеліп, жасап жатқан еңбекті бағалап өтуді сұраймын. Осы айдың соңына дейін 1000 оқырман жинауды мақсат қылып отырмын. Ал біз бастаймыз. КВН командасы сияқты болдым ғой. Құрма ағаштарын өсіру. Бұл жеміс ағаштарының ыстықты да, шөлді де, суықты да көтере алатын бірнеше түрі кездеседі. Дегенмен құрма пальмалары шамадан тыс жоғары температураға үйреніп қалған. Сондықтан да басым көпшілігі шөлді алқаптарда өседі. Құрма ағашы -14 градус Цельсияда да жеміс беретін ерекше төзімді, әрі ауа райының өзгерісіне берік ағаш болып табылады. Тап-таза құмның үстінде де өсе береді. Бұндай жеміс ағашының түп тамырларының мықтылығы мен беріктілігі әлі өзге ағаштардан кездесе қойған жоқ. Құрма ағаштарының тамырлары жерде тереңділігі 10-15 метрге дейін кете береді екен. Осылайша олар жерасты суларынан нәр алып, жердің бетіндегі қолайсыздықты оңай жеңеді. Бұл жаратқан шеберлікті қарасаңызшы. Жерасты сулардан қоректенгеннің арқасында оларға ешбір климат зиян келтіре алмайды. Ерте заманда арабтар шөл далаға сапарға шыққанда осы пальмалар арқылы жолды тапқан екен. Сондағы болжам, егер құрма ағашы өсіп тұрса, ол маңайда міндетті түрде су бар дегенді білдіреді. Қарап отырғандарыңыздай, құрма ағаштары қолайлы жағдайда ақсақаттық талап ете бермейді. Сондықтан да ағаштарды өсіру плантациялары ашық әрі кең көлемді кеңістікте салынады. Бастысы, оларды желдетіп және жылытып отырса жеткілікті. Олар қатты желден зардап шегеді деп қорқудың қажеті жоқ. Олар бұндай табиғи құбылыстан еш қорықпайды. Тамырлары қаншалықты тереңде жатқанын білесіз бе? Дегенмен плантацияларды жерасты сулар бар аймаққа жасағанды жөн көреді. Ондай болмаған жағдайда жерасты суландыратын жүйені қолдан жасауға тура келеді. Бұл қаржыландыру тұрғысында шығынға әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қатар құрма ағаштарының ара қашықтығы маңызды рөл ойнайды. Нормаландырылған ағаштардың арасы кемі 8 метр болу керек. Әйтпесе бір-біріне кедергі келтіруі мүмкін. Оларға кеңінен өсуге кеңістік керек. Егер тым жақын орналасса, бір-бірінің суы мен қорек заттарына таласып қалады да өсулері тоқтай бастайды. Ал жеміс беретін мезгілдеріне келетін болсақ, ол ағаштардың жас ерекшеліктеріне байланысты болады. Жас ағаштар 5 жастан 8 жас аралығына 10 килограммға дейін құрма береді екен. Ал ең көп жеміс беретін пальманың жасы 13-ке толғанда. Бұл кезде ағаш 680 килограмм құрма береді. Тіпті кейбір сортталған түрлері бұдан да көп көлемде жеміс береді. Мысалы, Деглет Нур деп аталатын сорты ақшта 1 гектар жерден 11-17 тонна құрма бере алады. Біз жоғарыда құрма ағаштарының аталығы және аналығы болады дедік. Енді сол құрма ағаштарының жеміс беруі үшін аталық ағаштарының тозаңдарын аналық ағаштарына орналастыру қажет. Оны қолмен жасайды, немесе жартылай механизацияланған еңбекті қолданады. Алдымен аталық ағаштардағы тозаңдағышты кесіп алады. Әрі қарай тозаңдандыру әдісіне көшеді. Бірден аналық ағашына апарып шашады, немесе қоймаларға әкеліп кептіреді де біраз уақытқа жинап қояды. Кептен соң арнайы техникамен сеуіп шығады. Бір ағашты тозаңдандыру үшін кемінде 6 грамм тозаң қажет. Ал плантацияда жұмыс істейтін адамдар тозаңды аямай төккен абзалырақ дейді.
нәтижесі жақсы болу үшін. Аз тозаң болса, аз гүлдейді, сондықтан тозаңды барынша көп себу керек екен. Арнайы вентиляциялық тозаңдандыру барысында 20 метр биіктікке дейін көтеріліп, тозаң қабыршақтарын аналық ағаштың беттеріне, тәждеріне қарай бағыттап себеді. Сепкіш келесі ағашқа тек бірінші ағаш 50% құрғатылғанда ғана өтеді. Ал тозаңдар желмен қуылған кезде ылғалдылығын одан әрі жоғалтады. Сондықтан аналықтың ылғалды жапырағына жабысады да тұқым пайда болады. Құрма желмен тозаң қондыруға онша мықты емес, сондықтан да мөлшерден артық желдету нәтижесін бермеуі мүмкін. Содан кейін біраз уақыттан соң ағаштар бүршік жара бастайды. Оларға сәйкесінше күтім қажет. Егер бір тал ағашта тым көп бүршік болса, оларды нормаландырады. Себебі артық нагрузка пальма ағаштарын жарақаттауы мүмкін. Олардың пісуі үшін айтарлықтай ұзақ уақыт қажет. Оған 200 күн жетуі мүмкін. Одан кейін оны теруге бірден кіріспейді. Әлі ағаштар тұрған қалпында кептіру процесі басталады. Көбіне түнде өседі, себебі күннің сол мезгілінде судың мөлшері жоғары болады да өніп шығуға жеткілікті болады. Тағы бір айта кететін жайт, құрма пісіп қалған кезде ол ауырлана түседі де пальма ағаштарын сындыра бастайды. Сол себепті оларға қаптар кигізіліп, көрші тұрған талшықтарына жүкті ауырлығын бөлісуге, көтеруге жәрдем сұрайды. Осылайша ағаштарды жарақаттанудан сақтайды. Ал содан кейін піседі де оны теруге кіріседі. Жемісті жинау барысында екі әдісті қолданады. Біріншісі әрине қолмен теру, екіншісі механизацияланған түрі. Теру үшін жаңағы қаптарды жақсылап байлайды да шайқай бастайды. Піскен жеміс өзі-ақ құлап түседі. Өкінішке орай бір ағашта жемістердің бәрі бірдей пісе қоймайды. Тек піскендерін ғана алып, қалғанын қалдырып кетеді. Механизацияланған түрін келесі күні шығатын видеода баяндайтын боламыз. Егер білгіңіз келсе, тіркеліп алыңыз. Жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Осылайша құрмаларды жинап алып, арнайы қорапшаларда сұрыптауға жіберіледі. Ол сұрыптаудан кейін сатылымға дайындалады. Арнайы қағаз ыдыстарына салынып, жан-жақта таратылуға жүріп кетеді. Ал құрметті оқырман, видео сізге ұнап жатса, лүпіл қойып тіркелуді ұмытпаңыз. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.